Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1 сыныптың 62 сабағы. Сабақтың тақырыбы пысықтау. Математика күнделікті өмірде. Бірінші есеп. Суреттен қандай геометриялық фигураларды көріп тұрсың? Үйлердің нөмірін кему ретімен ата дейді. Балалар төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. Суретте біз көше бойында орналасқан үйлерді, ғимараттарды және ағаш, тал, көліктерді көріп тұрмыз, иә? Суреттегі тұрған үйлерді біз төртбұрыш және тік төртбұрыш деп есептесек болады. Және мына тұрған ағаштарды біз үшбұрыш деп алсақ болады. Ал мына тұрған көк түсті ғимаратты біз шеңбер деп алсақ болады. Ал енді балалар үйлердің нөмірін кему ретімен атайық. Бұл жерде балалар ең үлкен саннан бастап азайта береміз. Демек, бұл жерде ең үлкен сан 8 екен. Ал енді кему ретімен атайық. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. Сырым, Талғат, Меруерт үшеуі бір үйде тұрады. Екеуі 5-ші қабатта, ал біреуі 8-ші қабатта тұрады. Сырым Талғаттан төмен тұрады. 8-ші қабатта кім тұрады? Балалар, бұған жауап беру үшін мына бір жеріне мән беріңдер. Сырым Талғаттан төмен тұрады деп тұр. Демек, Талғат Сырымнан жоғарыда тұрады. Сондықтан балалар, Талғат 8-ші қабатта тұрады деп жазсақ болады. Ал 5-ші қабатта Меруерт пен Сырым тұрады. Келесі екінші тапсырма өзіндік жұмыс. Есепте. 70-тен 50-ді азайтқан кезде 20 қалады. 80-ге 0-ді қоссақ 80 болады. 50 мен 20-ның қосындысы 70-ге тең. 20-ға 70-ті қосқанда 90 болады. 80-нен 10-ды азайтқан кезде 70 қалады. 60 сантиметрден 60 сантиметр азайтқан кезде 0 қалады. 8 сантиметрге 2 сантиметр қоссақ 10 сантиметр болады. 9 дециметрден 8 дециметрді азайтқан кезде 1 дециметр қалады. 7 дециметрден 4 дециметр азайтқан кезде 3 дециметр қалады. 3 сантиметрге 6 сантиметр қоссақ 9 сантиметр болады екен. Келесі үшінші тапсырма. Сен зерттеушісің. Ойланып, жауап бер. Анасы кастрюльге бір үлкен стақан сүт құйды. Айнұр кастрюльге тағы 3 кішкентай стақанмен сүт құйды. Егер бір үлкен стақанның ішіне 2 кішкентай стақан сүт сиятыны белгілі болса, онда кім сүтті көп құйды дейді. Балалар, бұл тапсырманың жауабын білу үшін осы тапсырманың мына бір жеріне мән беріңдер. Үлкен стақанның ішіне 2 кішкентай стақан сүт сиятыны белгілі болса дейді, е? Демек, бір үлкен стақанның ішіне 2 кішкентай стақан сүт сияды екен. Ал Айнұр кастрюльге 3 кішкентай стақан мен сүт құйып тұр, е? Демек, кастрюльге көп сүт құйған ол Айнұр екен. Келесі 4-ші тапсырма математика күнделікті өмірде. Күн тәртібі жоба жұмысы. Циферблат арқылы уақытты көрсет. Қай уақытта оянатыныңды, ертеңгі тамақ ішетініңді, мектепке баратыныңды, оқитыныңды, серуендейтініңді, немесе ойнайтыныңды, ұйқыға жататыныңды айт дейді. Балалар, бұл тапсырманы былай орындасақ болады. Мысалы, сендер таңертеңгі ауысымда оқисыңдар. Олай болса, ұйқыдан оянамын 6:30-да. Енді балалар бірінші тұрған қызыл сағатқа назар аударыңдар. Бұл жерде 6:30-ды көрсетіп тұрады циферблат. Келесі, таңғы ас ішемін 7:00-де. Енді қызыл сағаттың жанында тұрған көк сағатқа қараңдар. Көк сағаттың циферблаты сағат 7:00-ді көрсетіп тұр. Мектепке барамын 7:30-да. Енді балалар қызыл сағаттың астына тұрған қара сағатқа назар салып қараңдар. Бұл жерде сағаттың циферблаты 7:30-ды көрсетіп тұр. Келесі, сабақтан шығамын 12:00-де. Көк сағаттың астына тұрған қара сағатқа назар салып қараңдар. Сағаттың циферблаты 12:00-ді көрсетіп тұр. Серуендеп ойнаймын сағат 4:00-де. Енді балалар, келесі сағатқа назар салып қарасыңдар, бізде сағаттың циферблаты 4:00-ді көрсетіп тұр. Ұйқыға жатамын 10:00-де. Келесі сағаттың циферблатына қарасыңдар балалар, 10:00-ді көрсетіп тұр. Балалар, осы 4-ші тапсырмадан сендер күн тәртібі жобасымен сағаттың циферблатын түсінді деген ойдамын. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.